Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз кардиган тоқып үйренеміз. Бұл кардиганды тоқымас бұрын бірінші мына узорымыз қалай тоқылатынын көріп алуымыз керек. Кардиганның өзі басынан аяғына дейін номер 6 спицымен тоқылады. Бұл спицінің ұзындығы 100 см. Полностью осы бір спицымен тоқып шығамыз. Жібіміз біздің міне 2 қабаттап тоқыдым. Негізі жіп міне бір қабаттың өзі примерно 100 грамға 200 метр. Бұл кардиганға маған 800 грамм жіп кетті. Біздің кардиганымыз, например, солай болды. Жер алды. Мынау реглан. 4 жағындағы регланы. Кардиганның общий петля саны 60 петля. Бұның 18 петлясы артына, 4 петля 2 қолдарына, және 26 петля алдына болады. Яғни бір полочкасында 13 петля, екінші полочкасында 13 петля. Енді бұның алдында 6 петля манжет. 6 петля манжеті. Қалған 7 петлясы узор болады. 7 петлясы узор болады. Мына 13 петляның 6 петлясы манжет, 7 петлясы узор. Енді бұны қалай тоқимыз? Кардиганымыз біздің растокпен болады. Расток дегеніміз, яғни арт жағы сәл үлкендеу болады, сәл үлкендеу болады тоқылған кезде. Ол не үшін керек? Расток біздің кардиганымыз алды көтеріліп, арт жағы артына қарай тартылып тұрмас үшін. Арт жағы сәл биіктеу болу керек, алды сәл түсіңкі болу керек. Кардиганның арты кішкене биіктеу болу керек. Ол үшін не істейміз? Растокты қалай есептейміз, қалай жүреміз? Біз тоқыған кезде мына жерден бастаймыз. И қараңыздар. Біз былай тоқып келе жатамыз. Растокқа келгенде, регланға келгенде 2 петля реглан болады. 2 петля реглан, 2 петля реглан, 2 петля, 2 петля реглан. Біз келе жатамыз. Оң жағында регланға келген кезде межден көбейтеміз. Регланның 2 жағынан көбейтеміз. Мына регланнан 2 жағынан көбейтеміз. Айналып келеміз. И мына регланға келген кезде 2 жағынан көбейтеміз де 1-2 петля тоқығаннан кейін осы жерден тоқтаймыз. Мынау бірінші точка деп алайық. Осы жерден тоқтаймыз. Кері қайтамыз. Кері қайтқанда ол уже теріс жағы болады. Яғни біз көбейтпейміз, мына регланды көбейтпейміз, көбейген регланды қосып қайта қайтамыз да, мына регланнан өтіп, тағы да 1-2 петля тоқып, осы жерге тоқтаймыз. Значит, мынау екінші точка дейік. Келесі, осы жерден қайтадан қайтамыз. Қайтадан қайтамыз да, уже көбейтеміз, мынадан көбейтеміз. Мына 2 көбейткен петлямызды тоқып, тағы да 2 петля тоқимыз. Осы жерден тоқтаймыз. Бұл точкамыз 3 деп алайық. Қайта кері қайтамыз. Біз міне расток дегеніміз осы міне көбейт келе жатамыз. Қайта қайтамыз. Мына 2 петляны тоқимыз, тағы да 2 петля тоқимыз. Осы жерден қайта қайтамыз. Бұл точка 4 деп алайық. Енді қайтадан қайтамыз да. Қайта келеміз. Мына жерде қолымызда 4 петлямызды тоқыдық. Енді мына алдыңғы полочкаға 2 петля тағы да алдыңғы полочкадан аламыз. Тоқимыз. Бұл точка 5. Қайтадан қайтамыз. Мына алдыңғы полочкаға кіреміз. Тағы да 2 петля тоқимыз. Бұл 6. Міне, көрдіңіздер ме? Осымен растогымыз бітті. Бұл енді түсіндірген кезде өте қиын сияқты. Бірақ тоқу барысында еш қиыны жоқ. Оғып отырсаңыздар, немен бірге тоқсаңыздар, еш қиыны жоқ. Болды, енді осымен тоқтаймыз да, қайтадан бір айналып
полностью мына жерге дейін келеміз, аяғына дейін. Қайтадан қайтып мына жерге келеміз. Қазір тоқу барысында түсіндіремін бұл қалай тоқылатынын. Мен 60 петля алдым. 60 петля алдым да, платочная вязка дейді, яғни бәр қатарда да 10 ғана тоқисыздар. Мына сияқты жол дейміз. Жолдан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 жол тоқыдым. 7 жолдан кейін мен жәнегі ростовымды тоқимыз. 60 петлямды тоқыдым. Енді 6 петля манжет. Біріншісін тоқымай іліп аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бұл 6 петля манжеті аяғына дейін өзгермейді. Осылай 10 ғана тоқылады. Бәр қатарда да 10 болып тоқылады. Манжет өзгермейді осы 6 петля. Енді 7 петля узорымыз. Бірінші узорымызда бір оң, бір теріс деп аласыздар. Оң, теріс, оң, теріс, оң, теріс және оң. 7 петля. 7 петля узорымыз. Енді 2 реглан. 2 регланды біз, қараңыздар, реглан оң жағында теріс тоқылады. Осы регланның ортасына мына сияқты любой бір өздеріңіздің болса осындай маркермен белгілеп алыңыздар. 2 регланды 2 жағына қоямыз. Мына регланда теріс тоқылады. Оң жақта реглан теріс ғана тоқылады. Егер мынандай маркер жоқ болса, жіп алып тастаңыздар да болады. Любой бір жіпті бүйтіп, басқа түсті жіп болса, тіпті жақсы. Кішкене жіпті қиып алып, бүйтіп белгілеп аласыздар да, енді мына жерді байлап. Регланның орнына осыны пайдалана беруге болады. Осыны кигізіп. Так, реглан, 2 реглан. Енді 4 петля қолдарына, тоже узорымыз. Оң, теріс, оң, теріс. Келесі 2 петля реглан, яғни теріс, маркер, теріс. Пока осылай көбейтпей, осылай алып алайық. Так, келесі 18 петля арты. Оң, теріс, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 арты, 2 петля реглан, теріс, маркер, теріс. 4 петля қолдары. Оң, теріс, оң, теріс. 2 петля реглан, теріс, маркер, теріс. Келесі 7 петля. 7 петля узорымыз. Яғни оң, теріс, оң, теріс, оң, теріс. Так, 6 қалды. 6, оң, тағы бір 7-ші. И 6 петля манжетіміз. Ол барлық петля оң. 1, 2, 3, 4, 5. Последний, ең соңғы петля теріс тоқымыздар. Но кардиганымыздың уже теріс беті. Бірінші петляны тоқымай іліп аламыз. 2, 3, 4, 5, 6. Енді узорымыз бойынша екінші қатар теріс болса теріс, оң болса оң тоқылады.
теріс болса теріс, оң. Бұл бірінші мынау реглан оң, е? Регланның екі реглан теріс жағында оң тоқылады. Көрдіңіздер ғой, реглан кардиганның іш жағында, теріс жағында оң тоқылады, сырт жағында теріс тоқылады. Ары қарай узорымыз бойынша оң, теріс болса теріс, оң, теріс. Мынау уже реглан оң. Не чатаспайтындай маркер ортасында тұрады. Сонда регланнан чатаспайсыздар. Узор. Узордың екінші қатары мынау. Аяғына дейін осылай тоқып шығыңыздар. Үшінші қатар. Біріншісін іліп аламыз. Енді міне регландарға екі жағына петля қосамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді қараңыздар. Узорымыз бойынша міне мынандай 1, 2, 3 тесік болса, міне 1, 2, 3 оң болса, 3 оң болса, төртіншісі теріс болады. Келесі оң, теріс, оң, теріс, оң. Регланға келдік. Регланға келгенде регланның екі жағынан енді накид арқылы, міне бүйтіп накид арқылы петля қосамыз. Реглан теріс, шатасып қалмау үшін маркеріміз теріс. Келесі екінші жақ регланға петля қосамыз накидпен. Енді қараңыздар, оң болса теріс, теріс болса оң. Узорымыздың үшінші қатары. Регланға келдік. Накид, реглан, реглан, накид. Біз мына жерді қосып жатырмыз, е? Мына қолды қосып жатырмыз. Енді арқасына келдік. Оң, теріс, оң, теріс, оң, теріс. Осылай мына регланға дейін тоқып шығыңыздар. Міне регланға келдім. Мына регланға келдім. Накид, теріс, реглан, накид. Енді міне екі петля тоқимыз. Мына қолдың екі петлясын тоқимыз. Тоже узор бойынша. Теріс, оң. Енді мына жерде қараңыздар. Мына петляны мынаған іліп аламыз. Жібімізді біздің алдына қоямыз. Қайтадан айландырамыз. Бүйтіп айландырамыз. Мына жерімізде бізде тесік қалмас үшін осылай істейміз. Кері қайттық, міне бірінші точкадан екінші точкаға кері қайтамыз. Яғни мына жерде узорды қараймыз. Мына жерде бізде 1, 2 ғана тесік, 3 тесік емес. Значит, терісіміз теріс, оңымызды оң тоқимыз. Келесі іліп алған накидіміз узор бойынша теріс. Регланымыз оң, маркер, реглан. Енді мына жерде де қараймыз. Оң, теріс, оң. Іліп алған накидіміз оң, теріс, оң. Өткен жерде екі тесікке, екі оң. Ары қарай мына екінші точкаға дейін тоқимыз. Міне мына екінші точкаға келдім. Міне реглан, оң, екі оң реглан. Мына іліп алған накидім. Оны узор бойынша тоқимын. Яғни ол оң. Енді екі петля
2 петля тоқимыз. Екінші точкаға келдік. 1 2 екінші точкаға келдік. Енді біз кері қайтамыз үшінші точкаға. Ол үшін жібімізді алдыға қоямыз. Міне петлямызды іліп аламыз. Қайтадан міне көрдіңіздер ғой, жұмысымызды қайтадан айландырамыз. Енді узор бойынша қарай. Қараңыздар. Узор бойынша менде міне 1 2 3 10 болып тұр. Яғни уже ауыстырамыз. Терісіміз 10 болады. Міне 1 2 3 10 болса, ол теріс болады. Төртіншісі теріс болады. Узор бойынша теріс 10 болады. Регланға келдік. Көбейтуді ұмытпаймыз. Оң жақта көбейтеміз. Кардиганның оң жағында. Ол кардиганның оң жағын білу үшін терісінен білеміз. Теріс болса, значит ол кардиганның оң жағы. Накид теріс. Екі реглан теріс. Екі регланның екі жағында накид. Келесі узор бойынша терісім міне 1 2 3 10. Яғни оңды біз теріс тоқимыз. Теріс, оң, теріс. Осылай мына келесі мына регланға дейін тоқыңыздар. Міне қараңыздар. Мен мына регланға келдім. Регланның алдында накидті ұмытпаймыз. Накид, реглан, реглан теріс. Екінші реглан, накид. Мынау енді алдыңғы накидіміз, алдыңғы накидіміз. Оны узор бойынша біз теріс тоқимыз. Оң. Міне бірінші, екінші. Енді тағыда міне екі петлямыз. Екі петлямызды тоқимыз да, тағыда кейін қайтамыз. Так, теріс, теріс, оң. Теріс, оң. Міне үшінші точкаға келдік. Істейміз. Мына петляны аламыз. Жіпті өткізіп аламыз бері қарай. Тесік қалмас үшін осылай жасап алуымыз керек. Енді кейін қайтамыз. Узор бойынша кейін қайтамыз да төртінші точкаға келеміз. Міне мына регланға келдік. Яғни 10, 2 10 реглан. Мынау алдыңғы алған накидіміз. Яғни ол оң, теріс. Енді қараңыздар. Мынау мына жердегі регланның біреуі, төрт петлямыз, қолдың 4 петлясы мына жерде тұр. Мынау регланның 1 петлясы, мына 4 петля қолдыкі. Ал мына жердегі 3 петлямыз 1 2 3. Ол жәнегі накидтің көбейген петлялары. Содан жатыстаңыздар. Яғни ары қарай регланға дейін барлық петляны тоқып шығамыз. Оң, теріс, оң, теріс, және оң. Мынау уже реглан. Регланда енді тоқмай қараңыздар. Алдыға жіпті қоямыз. Іліп аламыз. Кейін қайтамыз. Енді біз айналы 5-ші точкаға барамыз. Яғни барлық петляны тоқимыз да, регланнан кейін 2 петля тағы да тоқып, кері қайтамыз. Бәрін тоқып келіңіздер. Мына жерде екі жақтан накид қосуды ұмытпаңыздар. Мына регланға келген кезде қалай тоқылатын тағы көрсетейін. Қараңыздар. Мен мына регланға келдім. Реглан алдында накид. Реглан. Реглан. Накид. Енді 2 петля тағы да төмен түсеміз. Яғни теріс, оң. Петлямызды аламыз. Өткіземіз, өткіземіз. Айландырамыз.
Енді узор бойынша теріс, оң, теріс, реглан. Осылай енді айланып, мына 6-шы точкаға дейін келеміз. Міне қараңыздар, мен мына регланға келдім. Яғни қараңыздар. Оң, және оң. Енді 2 петля төмен түсеміз. Яғни 6-шы точкаға келеміз. Мына накид қой енді, накидіміз. Накидті, алдыңғы накидті бірінші тоқып алайық. Так, узор бойынша біз теріс тоқимыз. Накид есептемейді. Накид 2 петляға кірмейді. Накидтен кейін 2 петля тоқимыз. Яғни оң және теріс. Міне осымен 6-шы точкаға келдік. Енді еш өзгертпей, мына аяғына дейін келеміз. 4 регланға накид, 2 жағынан накид қосып, айланып, мына жерге дейін келеміз. Содан кейін қайтадан айналып, мына басқа келеміз. Түсінікті ғой, сонда міне бізде қараңыздар. Бізде мына сияқты росток шықты. Яғни арт жағы сәл үлкейді. Міне қарасаңыздар. Арт жағында міне сәл үлкейді. Ростогымыз шықты. Қараңыздар. Мен айланып, мына соңына дейін келіп біттім, тоқыдым. Сонда менде міне мына сияқты болып шықты. Енді мына қағазымызға қажеті жоқ. Ростогымыз осымен бітті. Енді ары қарай қалай тоқимыз. Қараңыздар. Узор бойынша тоқи бересіздер, Узор бойынша тоқисыздар. Енді мына регланның 2 жағына 2 накид арқылы көбейте бересіздер. Оң жағында көбейтесіздер, теріс жағына келгенде көбейтпей тоқып алып кетесіздер. Осылай регланымыз өзімізге керегінше қанша сантиметр реглан керек, ұзындығы, кеудеңіз, қолтығыңызға дейін қанша сантиметр керек, сол ұзындыққа дейін тоқи бересіздер. Міне мен өзімнің кардиганымда реглан тоқып болдым. Енді мен үшін регланым қанша сантиметр екен. Ол үшін міне 2 оңымыз, регланымыз, сол 2 оңымызды көрейік. Ол оң жағында 2 теріс болып тұрады. Осылай әдемі жолық болып аккурат болып түседі. Енді мен осы регланым неше сантиметр. Так, міне көріпсіздер, қалай өлшем. Міне примерно 20 көрмейтін. Экранға симайды. Былай қояйын. Міне примерно менікі 25-26, міне 25-26 сантиметр. Міне 26 сантиметр. Маған жетеді осы 26 сантиметр. Енді мен қараңыздар. Жібім міне мен мына жерде тоқтап тұрмын. Мына менің кардиганым оң беті. Енді мен осылай тоқуымда мына регланға дейін келіңіздер. 2 регланға дейін келіңіздер. Ары қарай мына қолды қосымша бір жіпке дізіп алайық. Содан кейін мына арқасымен мына алдыңғы полочкасын қосып тоқимыз. Мына жерге дейін келіп алайық. Міне мен қолтығына дейін келдім, қолына дейін. Мына жерде менің 2 сызығыма келдім. Енді мына бір регланның сызығын осы алдындағы бір полочка қалтырайық. Немен бойынша, мысалы, қалай болып келді сіздерде узор бойынша. Менде теріс, оң, значит, менің теріс болады. Осы полочкада қалсын, мына 2-ші сызығы, 2-ші регланымыз осы қолда қалсын. Яғни мына 2-ші регланға дейін қолды айландырып, мына регланның біреуін қолға жинаймыз. Бұны бір жіп дайындап алып, мен мынандай жіп алдым. Енді осы біздегі жіпті осылай жіпке тізіп аласыздар. Жіпке шешіп алайық осылай қолымызды. Осылай айландырып, мына регланның біреуін
осы қолға жіберіңіздер. Ары қарай мына арқасы, мына арқамен ары қарай қосып тоқып кетеміз. Так, мен қолға жинап алдық. Енді мына арқамен алдыңғы полочканы қосуымыз керек. Енді қараңыздар, егер де сіздерге үлкен размер керек болса, например, 50, 52, 54 размер, үлкен размерге тоқысаңыздар, онда мына қолтықтың астынан накид арқылы бүйтіп, накид арқылы мөлшерлейсіздер енді, примерно сіздерден тоқу тығыздықтарыңыз әртүрлі, менікі сияқты болмауы мүмкін, кейбіреулер бос тоқиды, кейбіреулер нығыз тоқиды деген сияқты. Енді өздеріңіз бүйтіп сантиметрмен өлшейсіздер, алдын өлшейсіздер, артын өлшейсіздер. Примерно қанша сантиметр керек мөлшерлейсіздер. Мына жерге неше петля алуым керек деп, мен өзіме бір 4 петля алсам жеткілікті. Накид арқылы. 1, 2, 3, 4 накид аламын. Енді мына артын қосып тоқи береміз. Осылай артын тоқисыздар, келесі қолға келген кезде тағы да мына қолдағы петляны қосымша жіпке іліп аласыздар да, тағы да өздеріңіздің керекті накидіңізбен петля алып, мынаны қосасыздар полочканы. Сонда қолымыз бөлек, кеудеміз тоқылу бөлек қалады. Енді өздеріңіз ары қарай қанша ұзындықта керек, қысқа керек пе, ұзын керек пе, неше сантиметр керек, өз ұзындықтарыңызбен ары қарай тоқисыздар. Мен міне қанша петлядан шыққанын жазып қойдым. 34 петля алдыңғы полочка, яғни 34 бір жағы полочка, бір жағы 34, 64 петля арты, кардиганның артында 64 петля болды. Бөлгеннен кейінгі мен бұл, және 48 петля қолда болды, яғни 48 бір жақ, 48 екі жақ. Бірақ бұл нақты емес. Бұл нақты емес болғанда, бұл әркімдікі әртүрлі шығады. Менікі мына 26 сантиметр регланымда осындай петля болды. Тағы бір рет қайталаймын, сіздердікі бұндай болмауы да мүмкін. Өйткені енді сіздің тығыздығыңыз бөлек, бос тоқисыз, нығыз тоқисыз деген сияқты. Міне, және қалған накидіме, 4 накидіме. Тоқ келе жатқан алды, қолымның асты, яғни қолтығы 4 накидім алған. Енді осы жерде біз 4 накидтің екеуіне имитация шва дейді. Мына кардиганның оң жағында теріс тоқимыз. Яғни мына жерде шов тұрған сияқты істейміз. Теріс тоқимыз. Ары қарай немеміз бойынша тоқып кетеміз. Ары қарай узорымыз бойынша тоқып кетеміз. Бұл не үшін керек? Бұл біріншіден кардигандарыңыз әдемі болып тұрады. Екі жақ шетінде, как мына сияқты шов болып тұрады, тігілген сияқты болып тұрады. Екіншіден, бұл, например, сіз тоқ келе жатқан кезде алдыңғы узоры мен артыңғы узорын қосқан кезде, егер бірақ тоқ кетсеңіз мына жерден шов салмай, онда артыңыз бен алдыңыздың узоры бір-біріне сәйкес келмей қалуы мүмкін. Мысалы, сіз мына жерде оңды теріс тоқуыңыз керек болып тұрса, сіз мына жақтан келе жатқанда оңды оң, терісті теріс тоқып келе жатасыз. Уже мына жерге келгенде мен оңды теріс тоқуым керек. Узорым сәйкес келмей қалуы мүмкін. Сол кезде де осы шов құтқарады. Сіздер міне екі теріс қып тоқисыздар, енді ары қарай уже келесі арт жағыңыздың узоры бойынша тоқисыздар. Келесі екінші жақ қолтыққа келген кезде тағы да теріс тоқисыздар да, оң жағын қайтадан өз узорыңызбен келтіріп тоқисыз. Яғни оң жағында теріс тоқылады, бұл екі петля, теріс жағында оң тоқылады. Тура міне жәнегі реглан сияқты болып келеді. Сонда кардигандарыңыз өте әдемі болып шығады. Кардиганымның ұзындығын тоқып болдым. Енді кардиганымды бітіремін. Ол үшін біріншісін тоқымай іліп аламыз. Біріншісін тоқып кигіземіз. Осылай кардигандарыңызды аяқтайсыздар. Мынау 6 петля алдындағы манжеті. Тоқисыздар. Енді узорына келгенде узор бойынша тоқисыздар. Яғни теріс болса теріс тоқимыз да, іліп аламыз. Оң болса оң тоқып іліп аламыз. Ары қарай узор бойынша тоқисыздар, бітіресіздер. Теріс, теріс, оң. Жібімде тұрған қолдың петляларын спицама тізіп алдым.
Енді қолда менде қазір 48 петля тұр. Енді қараңыздар. Мына қолтықтың астынан біз жаңа ретте 4 петля көбейттік қой. Енді осы жерде егер бүйтіп біріктіріп тоқысақ, мына жеріміз бар үлкен бабашылық қалады. Сондықтан мына жерге 4 петля алуымыз керек. Мұны қалай аламыз? Мына жерден 2 петля аламыз, тоқып келеміз де, мына жақтан тағы 2 петля аламыз. Кейін бабашылық қалмас үшін өздеріңіз бүйтіп қарайсыздар. Бірінші. Кейін артық жіптерді крючокпен жасырасыздар. 1 петля и екінші петля. Так, кішкене бұлырақ алайын ба? Жерден алайын. Мөлшерлейсіздер. Осылай 2 петля аласыздар. Енді осылай тоқып келе жатасыздар да, мына жерге келгенде тағы да 2 петля аласыздар. Мына ары қарай узор бойынша тоқимын. Так, мынау теріс, оң. Осылай узор бойынша ары қарай тоқып кетесіздер. Мен айналып тоқып келдім. Енді мен екінші жағынан тағы да 2 петля аламыз. Енді көресіздер, егер бүйтіп алсаңыздар, мен үлкен бабашылық қалды, сондықтан бүйтіп 2 жіптің арасынан алыңыздар. Бірінші петля и екінші петля. Мен осылай ары қарай байландырып тоқып кетесіздер. Мына жерде енді қараңыздар, мен круговой спицамен тоқып тұрмын. Способ Magic Loop дейді. Ол қалай? Спицамызды 2-ге бөлеміз. Мен бір жағын осылай домалақ спицамызды. И екінші жағын тоқи бастағанда мен мына жағына қарай созамыз да, былай тоқып келеміз. Өздеріңіз өз ыңғайлап аласыздар. Кейін мына жерге келгенде, тоже мына жақ спица бүйтіп бос тұру керек. Қазір спицада 4 петля қосқанда 54 петля болып тұр. Енді сіздер қалай тоқисыздар? 10 қатар тоқисыздар да, мына қолтығынан 11-ші қатарда 2 петляны біріктірем, ары қарай тоқып келе жатасыздар да, мына жерге келгенде тағы да 2 петля бітіресіздер. Келесі тағы да 10 қатар тоқисыздар, тағы да 2 петляны біріктіріп азайтамыз. 40 петля болғанша азайтамыз. Сонда екінші жақ қолым, сонда қолымыз жіңішкереді. Қолдың басына келгенше мен бүйтіп ақырындап азайып жіңішкереді. Яғни 52 петлямызды осылай екі жақтан 2 петлядан азайтып, спицамызда 40 петля болғанша, яғни 12 петляға азайтамыз. 10 қатардан. Жеңін дәл кардиганды бітірген сияқты, жеңінде солай петляларды жауып бітіреміз. Осымен сабағым аяқталды. Сабағым ұнаса комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Рахмет.